кешірім болмайды десе, солай ма, кешірім жоқ па, жоқ, онда ақыры кешірмейді екен, сен мен 100 болсын, 100-ге толтырып қояйын деді да, отырған молданың басын шауып ол қарақшы дейді ғой, соны алып тұрып тағына ішін бірақ бірдеңе жеп бара жатыр. Мына өлтірген 100 адамның сұрауы қалай болады деп. Содан кейін пәленше деген әулие бар, содан барып сұрасаң, сол айтады, бұның пәтуасын деп айтты дейді. Мақұл деп кетіп бара жатыр еді. Жолда бір көлдің ба, арықтың ба суын ішіп қойып, дизентериядан домалап өлейін деп жатыр еді. Ақырында ойбайлап анаған жетем деп тырмалап еңбектеп кетіп бара жатыр еді. Соның ақырында ол өліп қалды дейді ғой. Содан кейін ана періштелер келіп тағын таласады ғой, біреу жәннатқа, біреу тозаққа таласатын ғой. Сөйтіп екі жақтан келіп таласып жатыр. Аналар бұл тәубаға қарай кетіп бара жатқан, сондықтан бұл пешке кіруге лайық деп еді. Жоқ, бұл 100 адамды өлтірген, бұл тозаққа тастауымыз керек деп. Онда деді, давай есептейміз деді. Бұның шыққан жеріменен баратын әулиенің екеуінің арасына расстояниесін есептейміз. Егер әулиеге жақын жатса, онда пешке алып кетесіңдер. Оған қашық жатса, онда біз тозаққа алып кетеміз. Все, по рукам келістік. Сонымен екі жақтың періштелері қол алысты, екі жаққа жерді өлшейміз деп шегініп кетіп еді. Алла тағала пазылменен қара жерге әмір қылды дейді. 1 метр былай қарай жылжыды. Сөйтсе, анау қақ ортада жатыр екен да. Жаңағы бас кесер. Сөйтті да екеуі періштелер қайтадан өлшеп келіп еді дейді. Ана пәтуа беретін әулиенің үйіне қарай 1 метр кіріп жатыр дейді. Есептеп еді, 1 метр. Аллар айтты, міне келісім бойынша біз жеңдік, сондықтан бұл адам бізге бересін деді. Алланың пазылымен жарылғап Насуханы пешке алып кетіп қалды дейді. Міне осындай нәрселерді айтып, былайша айтқанда адамды депрессияға, стресске түсірмей ұстап тұратын осындай заттар бар дінде деп айтып жатыр мына кісі. Құдай пазылымен соттағанда болмашы сылтауда бүкіл күнәңді бір сәтте сызып тастай алады дейді. Бұны да сен ескеріп отыруың керексің. Моральды кодекстер деген қасиетті заңдар жинағы. Бұл заңдар кей әрекетке тыйым салады, немесе кейін істеуге бұйырады. Түсінікті әңгіме. Адал, арам деген мәселе шықты. Ол бұйрықтарды ғұлама ғалымдар әртүрлі тереңдік пен зереңдікте анықтап бұқара халыққа түсіндіреді. Мынау не үшін тыйым салынды? Оған тыйым салынған себебі былай. Мына зинаға тыйым салынды. Олай болатын себебі, егер зинаға мынаған неге тыйым салынды? Олай болатын себебі, егер мынаған тыйым салмаса, одан мынандай бәле шығады. Таратады. Мейлі, біреуін терең таратсын, біреуін атүсті таратсын, кейбіреулерін таратпай, бұл Құдай бұйырған парыз, басты қатырмай істе деді ме, болды істейсің. Десе, болды істей бересің сен дейді. Ол бұйрықтарды түсіндіреді. Мейлі олардың қайсысын қай деңгейде тәпсірлеп берсе де, олар бәрі киелі заң күйінде қала береді. Сен оны түсінбей философиясын ішкі мәніне үңіліп, соның даналығына мүмкін жете алмайтын шығарсың дейді. Бірақ ол саған сылтау емес дейді. Бәрі ол киелі заң түрінде тұра береді дейді. Яғни сен түсінбей қалды екен, сенің ақылың шолақ екен, соның сырын шеше алмай қалды деп, оны сен моральдық кодекстердің заңдардан лақтырып тастай алмайсың дейді. Сенде ондай полномочий жоқ деп отыр. Бірақ бұл нәзік теманы нақтылай түсу қажет дейді. Бірақ біз бұл өте щепетильный вопрос болғаннан кейін, біз бұны тағы да уточнить ете түсеміз. Өйткені Үндістан мен Қиыр Шығыста қылмыс пен заң туралы түсінік семиттік әрі еуропалық батысқа қарағанда нәзігірек, көп қырланып беріледі дейді. Яғни грех деген нәрсені түсіндірген кезде бұлар 1000 миллион ракурстан қарайды. Тоқтай тұр, бірденен адал арам, күнәһар, ойбай мына жаңағыдай жүргіш, мынау жаңағыдай зина жасаған, мынау осындай жаңағыдай күйеуінің көзін шөп салған әйел деп бірден патыр-пұтыр бастап кетпе дейді. Оның сондай жағдайға түсуіне не нәрсе себеп болды? Ода выход бар ма еді, выбор бар ма еді, таңдайтын ерік болды ма, болмады ма, оны заставлять етті ма, етпеді ма, ол елікті ма, желікті ма, оның тәрбиесі қандай еді, сол сәтте оны ішкізген жоқ па, осының бәрі есепке алыну керек дейді. Сондықтан бас көз жоқ. Кешеде тыңдадық ба дейді, Жазира Раббани қызы. Жазира, егер сіз кеше тыңдап бұның бәрін түсініп алған болсаңыз, онда сіз эфирден шыға берсеңіз болады. Біз бұны кеше дұрыс түсінбедім, мүмкін вообще тыңдаған емеспін дейтін кісілерге арнап отырмыз. Кеше тыңдап толық түсініп алған кісілер, уақыттарыңызды құртпаңыздар, эфирден шыға салыңыздар. Так. Яғни шығыста білімнің компенсациялық қуаты бар дейді. Бұны не үшін айтып жатыр? Компенсациялық қуаты бар деген сөз, мысалы сен ғапылдықпен, білместікпен, надандықпен рухани білімнің жоқтығынан әртүрлі бәлеге ұрынып, жүрегіңді қарайтып алдық делік дейді. Ондай не қыласың сен енді? Бұрынғы білместікпен, надандықпен, жас кезіңде ақмақтығыңмен жіберіп алған күнәларының бәрі сен ішіңден сол қап-қара кір болып кете ме сенімен бірге? Жоқ, әлде оны рухани ілімді игеру арқылы талқандап тастауға бола ма дейді. Соны айтып жатыр.
көңілдің кірін тазарта алатын күші есепке алынады. Яғни рухани білім, сен бұған дейін қандай былыққа батсаң да, соның бәрін бытшын шығарып жібере алатын оның рухани білімнің күші есепке алынып отырады дейді. Үнділер айтқандай, білім теңдесі жоқ тазарту суы дейді. Яғни, күнәмен, адамның іші қараяды, жүрегі қатаяды, ол былыққа батады, оның тозаққа түсу, мәңгі бақи азап шегу деген ықтималдығы өте жоғары. Бірақ тем не менее, соған қарамастан, егер рухани білімді қолға түсіріп, сәтімен қолданатын болсаң, сенің ішіңе жиналып қалған сол қара қылқыбыр жынжыбырдың бәрін шайып кетуге алатын күші бар. Білім теңдесі жоқ тазарту суы дейді. Міне сол үшін де біз рухани білімді керексінеміз. Сол үшін де біз бұл рухани білімнің иелерімен жолығып қалған кезде біз оларға шляпамыз шешіп, олардың алдында тік тұратын себебіміз сол. Бұл жерде тағы да қайталап айтамын, білімді адам деген кезде бұлар көкірек көзін ашатын пайғамбардың ізін басқан әулиелерді, хазіреттерді айтып отыр. Сіздер Америкаға барып PhD доктор қорқытқан атеистерді осында адам ішін тазартатын доктор екен деп қалмаңыздар, тағы машқара болып жүрмейік. Бұл білім жерде қисық, білім бұл жерде қисық ниетті түзетіп қоятын қасиетті құрал. Шынымен де сен бір ниеті қисық, бір қиямпұрыс, бір сүмелік болатын болса, нағыз ұстаның қолына түсетін болсаң, рухани білімнің күшіменен басыңнан банк еткізсе, есіңді жинайсың дейді. Өмір бақи надандықтың немесе кібірліктің кесірінен мағынасыз немесе зиянды өмір сүріп келе жатқан адамның күйрегелі тұрған тағдырын ілімнің күшімен ғана қайта қалпына келтіре аласың дейді. Шынымен де жас кезінде былыққан, әртүрлі бәлеге ұрынған, өзінің ішіндегі сол кірпірлерінен құтыла алмай отырған адамды сіз енді математикамен, физикамен, биологиямен емдей алмайсыз. I am terribly sorry. Сіз ол пәндік ғылымдарыңыз вообще бұл жерде әсер ете алмай қалады. Бұл жерде тек қана сенің ішкі дүниеңдегі болып жатқан аласапыран бардак хаостың бәрін реттей алатын пайғамбардың ілімі керек. Шәкәрім керек, былайша айтқанда қазақшаласа. Жалпы батыспен салыстырғанда шығыста ниеттің рөлі өте маңызды. Кейде мысалы гуру ешкімге зиян келтірмей белгілі рухани ішкі алхимия операциясын жасау үшін уақытша түрде заңға қайшы көрінетін әрекеттер іске қосады дейді. Бұл деген не деген сөз дейді? Бұл кейбір адамдар сыртына қарап баға бере беретін болғаннан кейін, ана үйтіп қойды, ана бүйтіп қойды, ана бүйтіп қойды, дұрыс па? Бұл қазір мына қазақтар осы аурумен до мозга костей ауырып болды. Қазақтардың 25 жыл миына діни уағызшылардың тоқтаусыз құйған уағызының кесірінен қазақтар өз интеллектісін пайдаланып, ішкі тазалығы арқылы ненің бұрыс екенін, қай күнә қандай деңгейде екенін автомат түрде айырып тұратын өзінің интуициясынан айырылып қалған халыққа жатады. Сондықтан да эфирде отырған кезде шығып қалып сәл бір рухани әңгіме айта бастасаң, бас көз жоқ өзінің ішкі жүрегінің түйсіктерін, жүрегінің сезімтал қасиеттерін іске қосудың орнына біткен дұрыс емес па? Сонда біткен вообще болмай сонда. Сонда дұрыс емес қой, ағай айтыңызшы, дұрыс емес па? Ағай дұрыс емес па? Болды, уже бітті, сен тірелдің деген сөз ана жерде. Соны айтып жатыр, көке дейді. Мынау ішкі алхимия операциясын адамның ішіндегі рухани дерттерінің бәрін қиратып жойған кезінде дейді, ол әртүрлі методтар қолдана береді дейді. Ол сенің жаңағындай мынау күнәһар, мынау тозаққа барады, мынау намаз оқиды, мынау жұмаққа барады деген сияқты 4-5 қалыппен ұрмайды дейді. Ойбай өткізіп алыппын дейді Ақмарал, несін екен эфирге болды шыға сал енді. Сондықтан сыртына қарап баға берме. Ішкі жағында не болып, не қойып атқан, яғни әрбір болып атқан іс әрекеттің сенің көзіңе күнә сияқты, сенің көзіңе қылмыс сияқты көрініп тұрған заттың ішкі хикметіне үңіліп тұруың керексің дейді. Ана не үшін істеп отыр анау дейді. Машинально қимылдауға болмайды, сен интеллектін іске қосуың керексің деп жатыр бұл жерде. Так, енді мұны айтады, дәл осы сыртына қарап баға берме, сыртқы формасына жабыса берме, ішіне үңіл, ішінде не хикмет болып жатыр деп, ішкі даналығына, ішкі мәніне сүйрейтін нәрсе бұл исламда, Құранда бар дейді. Міне, ислам не чужд этой точки зрения. Бұл көзқарасты исламда, Құранда четко ұстайды. Чему свидетельством кораническая история о таинственном мудреце дейді. Міне, кораническая история тұтқан қисса, Құрандағы қисса. Кімнің қиссасы бұл? Бұл Мұса пайғамбар мен Қыдыр атаның қиссасы дейді. О таинственном мудреце дейді. Ғайыптан келген бір жұмбақ, бір данышпан келеді. Қыдыр ата дейміз біз оны. Ол әлі күнге дейін жүр деп сенеміз. Және наурызда басқа кезде ол бізге келіп Қыдыр ата бір рет батасын беріп кетсе, бас бармағында буын жоқ екен, содан білеміз дейді. Адам бақытты өмір сүреді деп біз сенеміз.
шокирующим своих учеников, дейді, яғни Мұса пайғамбарды айтып отыр, действиями, стайным намерением, но внешне незаконным дейді. Сырттан қарап тұрсаң, қыдыратаң істеп тұрғаны заңсыз, ал ішкі дүниесінде Құдайдың хикметімен болып жатқан бір оқиға өріп жатыр дейді. Мұса пайғамбардың өзі аузын ашып отырып қалды дейді. Мұса негізі оған шәкірт болып, одан рухани ілім игеру керек еді, бірақ олар шарттасты. Мен сондай ақылға сыймайтын істер қылам, бірақ сен сол кезде бұл неғып бүйтіп жатсың деп сен сұрамайсың. Егер 3 реттен артық сұрақ қоятын болсаң, мен сені қуып жіберемін деп. Мұса уәде береді. Все, болды, келістік деп. Тағында кеткен кезінде кеменің баратта бұл түбін жарып тастайды. Бір баланы өлтіріп тастайды. Біреудің қонақ қылмаған, бұларға ешқандай мейірім, махаббат, шафағат, қонақжайлық көрсетпеген бір үйдің дуалын тұрғызып кетеді. Соны бұл Мұса шыдай алмай 3 рет сұрайды. Үшеуінде де айтады: сен шартты бұздың, мен енді сені шәкірт қыла алмаймын. Давай, сен Құдайдың хикметін сен түсінбейсің дейді. Осыны айтып жатыр. Яғни тонкий адамға айналғыларың келсе, жаңағы күнә деген категорияны жаттап алып, көшеге шығып алып, ертең мына эфирден кейін күнә деген жаман екен, сондай екен, ол жаңағыдай адамды печат ұрып тастайды екен, конвертке түсіп қалған, консервінің ішіне түсіп қалған сияқты болады екенсің, күнә жасағаннан кейін бұрынғы адам емес басқа адам болып қалады екенсің деген уағыз тыңдап алып мына эфирде, ертең көшеге шығып алып, бүйтіп Алматының Қызылорданың төбесінен қарап, так, мынау күнәһар, бұжық, так, мынау бүйтіп қойып, мынау қылмыскер, мынау тозақ, так, мынау намаз оқи ма, жұмаға бармай ма, бұл тозақ қойды, бұжық, так, мынау үшін, бұл не қылды, ана жыл бұл жәннатқа барады, дүк, мынау үшін, жұмадан келе жатыр, бұл жәннатқа барады, дүк, өстеп, мәшқара болып, отырмаңдар дейді адамдарға, печат ұрып дейді, сен білмейсің оның не болып жатқанын дейді. Мына әйел жолдастардан бәрі шығып, ертең көшеге шығып алып, бәрінің жамбасына ұрып жүрмесін, көшеде мынау тозаққа барады, мынау жұмаққа барады, мынау тозаққа барады, мынау жұмаққа барады. Так. Дегенмен діни заңнама бәрібір моральдық кодексті қамтиды дейді. Қалай десеңіз де, барлық заңнаманың ішінде кез келген заңнама қабылданған кезінде, оның ішінде міндетті түрде моральдық кодекстер болады. Былайша айтқанда, арға қайшы келетін, иманға қайшы келетін, адамгершілікке қайшы келетін кодекстер жібермейді. Мысалға, қазақтар көрдіңдер ме, өткенде шайқасып жүріп, ЛГБТ-ні насихаттауға тыйым салып тастады мысалға. Бұл жағынан поддерживать етуге болады. Егер Европадаларын жіберіп алған қателік сол уже моральный нелердің қай жерден сызылатынын олар таппай қалды. Тағы бір қателігі бұлардың сөз бостандығы деп баттағыны, сөз бостандығы қай жерге дейін бару керек деген кезде уже моральный кодекстерді таптап өтіп кетті. Әсіресе Францияда, Голландияда. Сөйтті дағыны олар Парижден шығатын ана бір журналға Мұхаммед пайғамбардың суретін мазақтап, карикатура қылып салды. Сөйтіп еді, болды уже. Олар бүйтіп ақталды. Заң бойынша, сөз бостандығы бойынша біз любой адам сынай береміз. Любой адамды біз, любой дінді сынай береміз. Біз үшін Мұхаммед пайғамбар да авторитет емес деді. Сосын не болды? Сосын фанатик мұсылмандар барды, айуанға бас білдірген таяқ, жақсыға ишара, жаманға нешара, ақыры сен түсінбейді екенсің, сенің жаза мынау деді, тағыны пақ еткізіп бейшараны атып тастады. Үші қаншасын атып тастады, Голландияда нешесін атып тастады. Соны олар ойбай, мына мұсылмандар деген топа сөз бостандығын түсінбейді деп еді. Сен сөз бостандығы деген біліп алсай, сен әуелі қай жерден қай жерге дейін тартатын. Болмағаннан кейін Рим папасы айтты оларға, сендер француздарға айтып жатыр, либералдарға, жаңағы секуляристерге. Сендер өздерің сөз бостандығын қай жерден қай жерге дейін апару керек екенін түсініп алсаңдаршы, бірінші. Нелерің бар сендер олардың пайғамбарларында? Бұлардың хадистерінде солай келген. Егер пайғамбарды өзіңнің әкеңнен де шешеңнен де артық жақсы көрмейтін болсаң, сен иман таппайсың деп айтылады бұларда. Сондықтан бұлардың пайғамбарына тіл тигізген кезде почти что бұның әкесін шешесін қорлаған сияқты сезімге бөленеді. Сосын атады сені деді. Так, Шарли Эбдо дейді. Мына бір Түймебай көкемнің қызының международный отношение деген факультетте сауатты оқып қызыл дипломға бітірген. Мұндай жақсы болар ма? Бізге точно ақпараттар беріп отыр. Міне, в общем, шындаған айтып отыр. Егер сен сөйтіп заңнаманы қабылдаған кезде моральный кодекстерді есепке назарға алмайтын болсаң, Шарли Эбдоның редакциясы сияқты өртеніп кетесің, болмаса редактор сияқты ана дүниенің суын бір ақшасын деп отыр. Так, адам өзінің табиғатында жақсы мен жаманды айырмасын ажырату бар. Негізі ол сенде априори, яғни автомат түрде Құдайдан, табиғаттан берілген фытратта ол сен жақсы жаманды айырып тұруың керексің.
өтірік якобы айыра алмай қалған сияқты сөйтіп пайғамбарға тіл тигізе беретін болса, бір күн сені біреу тағы тарс еткізіп шалқаңнан түсіреді. Сондықтан оның дүниетанымы қалай болғанда да бөлшекті және аналитикаға бейім болады. Сондықтан адам бөлшекті және аналитикаға бейім болады деген әрбір болған оқиғаны бөліп алып, жаңағыдай бұл дұрыс па дұрыс емес па, бұл Құдайға ұнай ма ұнамай ма деген нәрсені бәрібір адамдар талқылай береді дейді. Сен жаңағыдай свобода бере бермейсің оны дейді. Құдайлық табиғатқа қарсы делінгенде бұл метафизикалық өлшеммен алынғанда еш нәрсе Құдай табиғатына қарсы бола алмайтынды ескерген жөн дейді. Яғни бұның айтып отырғаны физикалық, метафизикалық деп өлшеп тастады, екіге жарды мынау. Не үшін деген кезде мына былықшылық бар ма, осы жердегі адамзаттың страшнейший айнып кеткен мынау азғындаған түрі, соның бәрін метафизикаға апармаңдар дейді. Бұл физикалық әлемде осы жер болмыс төмен қарап түсіп келіп тағына әбден материяға айналып дүние деп аталатын ең төмен қабатына келіп шөкті ғой дейді. Осы жерінде ғана былықшылықтың бәрі физика әлемінде болып жатыр дейді. Бірақ бұл жоғары қарай көтерілген кезде, метафизикаға көтерілген кезде, ол осы былықтың бәрі, азғындаған нәрсенің бәрі төбеге бүйтіп көтеріліп, сол жақта да бар екен деп қалмаңдар дейді. Төменде шөгіп жатқан былық бұның бәрі деп жатыр. Сондықтан бұның бәрі Құдайдың өзінің затында осындай азғындық бар деп сен айта алмайсың дейді. Егер бәрі тұтас тұр дейтін болсаң, онда Құдайдың затында осы былықшылықтың бәрі бар еді деп айтасың. Содан кеше мына жерде отырған ақтаулық бір красавица Гүлдер деген бір адайдың қызы дұрыс түсінбей қалыпты. Яғни түсінбедім, ол не деп сұрап жатыр. Сосын біз оны теңізбен түсіндірдік. Мысалға сен теңізде келе жатсың, теңіздің суын сен іше алмайсың, удай ащы, ол Құдай білсін оған не төгіп, не араластырып тастаған адамдар. Мысалы кемеде кетіп, мұнай төгілді ма, басқа болды ма, тағы. Қалай десеңіз де мұхиттың, теңіздің суын іше алмайсыз. Бірақ оны сен жаңбыр арқылы ішесің. Дәл сол мұхиттың суын күн келеді тағына Құдайдың құдіретімен қыздырады. Анан бәрі буланып көтерілген кезде мұхиттың суын удай ащы қылып тұрған минералдардың бәрі төбеге буланып көтеріле алмайды. Олар сол астында физикада қалады төмен қарай. Ал төменге буланып көтерілген жағын салыстырмалы түрде метафизика деп алсаңыздар болады. Су жоғарыға қарай өзінің мұхиттың құрамындағы ащы дәмін бірге арқалап көтерілмейді жоғарыға. Мына ащы қылып тұрған, зәһәр қылып тұрған минералдың бәрі төменде қалып, төбеге қарап ашеко кетеді. Яғни бұл дистиллированная вода. Сол дәл сол мұхиттың суы төбеге барып, сосын жаңағыдай қоюланып, салмақ ауырылып, қайтадан жердің тартылыс күшімен төменге жаңбыр жауған кезде адамдар оны ішеді. Жаңбырдың суын жинап алады, ең таза су. Сондықтан да жаңбырдың суын ішетін халық өте денсаулығы мықты болатын себебі сол. Соны айтып жатыр мыналар. Мынау дүниедегі ащы болып тұрған, дүниедегі мына физика әлеміндегі болып тұрған азғындық, былықшылықтың бәрі осы жерде өтіп жатыр дейді. Метафизика қарай жоғары көтерілген кезде азғындаған қалпы жоғары қарай басқа нәрсе кетеді. Так. Исламда да мұны еш нәрсе Алланың еркінен тыс емес, тіпті күнәда деп білдіреді, деп айтады дейді. Яғни бұл жақта болып отқан күнә, былықшылықтың бәрі болып отқан кезде, бұл азғындықтың бәрін картина саған Құдай өзінің құдіретімен көрсетеді дейді. Бірақ сен Құдайға айта алмайсың дейді, сен жасадың деп дейді. Неге десе, дурак, мен оны картина айландырған мен, бұны азғындықты көрсеткен. Бірақ оны қалаған сен қалағаннан кейін шықты бұл. Дүние деген адамның қалауымен жүретіндер. Сен қалайсың, мен картинаға айландырамын, сондықтан менен көре алмайсың дейді. Бұл Матурidi бойынша жасайды. Так. Сондықтан да жалпы мына Восток дело тонкое дейді. Шығысқа жақындаған сайын осындай әрбір дүниедегі құбылыстардың уже көп қырлы, ақиқаттың әр түрлі қырынан мына жағынан қарағанда былай көрінеді, мына жағынан қарағанда ол былай көрінеді, мына жағынан қарағанда ол былай болып көрінеді дейді. Әр түрлі бола береді деп жатыр. Енді мынадай мәселе бар. Неліктен архаикалық ескі күйінде қалып қойған дәстүрлерде күнәні бейартикуляция деңгейінде қалдырған. Яғни үлкен әлемдік дін деңгейіне шықпай, бұрынғы дәстүрлі деңгейінде қалып кеткенде де күнә ұғымы жоқ дейді. Яғни істеуге болмайды деген күнәлі істердің тізімі жазылған кітаптар неге жоқ дейді. Яғни істеуге, мысалы, Синтода күнә доктрина жайлы талданып жазылған бірде-бір кітап жоқ дейді. Неге ондай дейді? Мысалы, ол жерде тазалық пен адалдық алдыңғы орынға шығады. Міне енді осы әңгімені біздің жастар естіп алса, мына мұсылманшылықты, Құранды, исламды өте ауыр көріп жүрген, ораза ұстауға ерінетін,
құлшылық ғибадатты бір өте бір керексіз зат деп есептейтін жастар көрсе, осыны тісімен жабыса кетеді. Мә, симптом, мін нағыз дін деген осында